Сіздің өміріңізде әрбір мәселе жайдан жай болмайды. Кейбір ситуациялар тіпті қайталана береді. Бір адамдарда өкпе-реніш болса, бір адамдарда кінәлі сезіну, бір адамдарда қорқыныш, енді бір адамдарда ұялу, ренжу, тағы басқа сияқты сезімдер бар. Дәл қазір өміріңізде сізге ұнамайтын мәселені ойлаңыз. Ол сіздің жаныңызды жегідей жеп жүр. Енді сіз оған дәл қазір бұл мәселе сізге берген бір үй тапсырмасы ретінде көріңіз. Ол сіздің кішкентай мектеп кезіңіздегі сізге үй тапсырмасы ретінде берілген тапсырма ретінде қарап көріңізші. Сол кезде сіздің кішкентай кезіңізде ол бір шешілмейтін, шешімі қиын бір есеп сияқты болып көрініп тұр. Бірақ сіздің қасыңызға мұғаліміңіз немесе ата-анаңыз келіп, кәне бұл есептің шешімі, бұл мәселенің шешімін былай шешуге болады, былай жасасаң оңай орындалады деп көрсеткен кезде сіз өзіңізден бір ауыр жүк түскенде өзіңізді жеңіл сезінесіз. Шынында да бұл оңай тапсырма екен, бұның шешімі оңай екен деп өзіңізге бір сенімді боласыз. Енді сол мәселеңіз, сізге кедергі болған мәселеңіз, сіз шеше алмай жүрген конфликтіңізге қарап көріңізші. Бұл мәселе, бұл конфликт немесе бұл сізге ұнамайтын адам сіздің өміріңізге не үшін келді? Сізге қандай сабақ бергісі келеді? Бұл мәселенің артында не тұр? Бұл мәселеден сіз қандай сабақ алуыңыз керек? Дәл осы сұрақтарды көзіңізді жұмған күйі өзіңізге сұрақ қойыңыз бірнеше рет. Үнсіздік, өзіңізден тағы да бірнеше қайталап сұраңыз. Сіздің түпкі санаңыздан қандай жауап келді? Бұл мәселе сізге нені үйреткісі келеді? Бұл мәселе қайталанбас үшін сіз қандай сабақ алуыңыз керек? Сіз нені өзгертуіңіз керек? Сізге түпкі санаңыздан жауап келеді. Асықпаңыз. Дәл қазір, дәл бүгін келгенмен күндердің күні ұйықтағанда түсіңізде немесе бір инсайт сізге бәрібірде келеді. Енді осы мәселені дәл қазір көз алдыңызда осы мәселе тұр. Осы адам, осы конфликт, сізге ұнамайтын мәселе дәл алдыңызда тұр. Сол мәселе бұл образ түрінде, адам түрінде тұрғанымен, оның бір сырты қақталған, сізге ұнамайтын бір образ болғанымен, ол образдың қабығын, сыртын алып тастаған кезде, оның ішінде сәби күйінде кішкентай ғана өзіңізді көресіз. Бұл сізсіз. Өйткені кез келген ситуация біздің айнамыз. Сол сәби, сол образдың ішінде сізге ұнамайтын, сол сыртқы образды ашып, сол ішкі сәбиді ішінен шығарып алыңыз. Оны өзіңізге қатты құшақтап, ол сәбиге, ол кішкентай өзіңізге бар ресурстарды беріңіз. Дәл қазір не жетіспейді? Батылдық па? Сенімділік пе? Қандай ресурс жетпейді сол сәбиге? Дәл қазір соның бәрін беріңіз. Өзіне сенімділік, өзіне деген махаббат, өзіне деген өкпе-ренішінен арылған, өзіне сенімді, күлімдеген, өмірге жарқын қарайтын жаңа сәбиді көріңіз. Қандай ресурстар жетпейді қазір? Не жетпейді? Сенімділік па? Махаббат па? Өмірге деген құштарлық па?
адамға деген сенімділік пе? Сол сәбиге жетпейтін барлық ресурстарды беріңіз. Сол кезде күлімдеген, өмірге жарқын көзбен қарайтын жаңа сәбидің образын көріңіз. Сол сәби мүлдем күлімдеп, өмірге деген құштарлығы артып, менің өмірім алда керемет болады деген сәбиді құшақтап, бір образға айналыңыз. Екеуіңіз бір образға айналдыңыз. Сол сәбиді барынша құшақтап, бар ресурстарды берген кезде сіз және сәби ерекше бір трансформацияланған жаңа образға айналады. Барлық ресурстар бар: сенімділік, өмірге деген құштарлық, махаббат. Не керек? Қандай ресурстар керек? Қандай өмірлік инсайттар керек? Соның бәрін қазір трансформацияланған жаңа адамды көріп тұрсыз. Ол адам осы барлық образдарды алып, ерекше жаңа трансформацияланған күйге енді алдыңызға қараңыз. Жаңадан трансформацияланған, өзіне сенімді, сіз қандай образды көріп тұрсыз? Сол образға толық символ беріңіз. Қандай символ бересіз? Ол жұлдыз болуы мүмкін, ол жарық сәуле болуы мүмкін. Ол сіз қалайтын қандай образ, қандай символ. Сол символды қолыңызға алып, бүкіл денеңіз сол символ жарық беріп, өзгерген, жаңадан трансформацияланған, бұл мәселеден сабақ алған, бұл мәселені артта қалдырған жаңа образ тұр. Сіз өзгердіңіз, сізде жаңа өмір, сіз қалаған нәрсе. Сіз не қалайсыз, қалай өзгергіңіз келеді, соның бәрін алдыңыз, сол символды жүрегіңізге қалдырдыңыз. Ал сізді масалаған, сізге ұнамаған мәселе артта қалды. Сізді құттықтаймын, жаңа трансформацияланған, ескі мәселені артта қалдырған жаңа адамсыз.